өнеркәсіп төтенше жағдай кезінде қауіпсіздік ережелерін қалай сақтау керек есімізге түсірейік. Жер сілкінген кезде далаға қарай жүгіруге болады ма? Жоқ. Не істейміз? Ақырын жүреміз. Сабыр сақтап, қай жерге бекінеміз? Ақырын астына. Картаның? Қадырасына. Иә? Балалар, жер сілкініп қозғалған кезде асықпай орнымызға тұрып жүгірмей далаға шығуға әрекет жасаймыз керек. Балалар, бір-бірімізді тепмей, асықпай келіп, белдіктерімізді тағып, мына бетперделерімізді тағып, киініп, керекті заттарымызды алып, далаға ұмтылуымыз керек. Иә. Өрт тілсіз жоқ. Үйде біз үтікті қосуымызға болмайды. Не балалар? Газды темекіге болмайды. Газды қосуға болмайды. Неге дұрыс айтасыңдар? Демалыс орындарында да өте сақ болу керек. Өрт болған жағдайда біз қауіпсіздік ережесін қалай сақтаймыз? Ол кездегі сабыр сақтауымыз керек. Және де өрт болған кезде түтіннен жоғарыда жүреді. Сондықтан да біз мына сулы шүберектермен былай беттерін тауып сыртқа шығуға әрекет жасауымыз керек.